Ассаламу алейкум, баршаңызға арнаға қош келдіңіздер. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркеліп бөліскенді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің арнаға тіркеліп видеоны бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Трамп әкімшілігі Қытайдың Xiaomi компаниясын қара тізімге енгізіп, компанияның акцияларының бағасы құрт құлдырап, құрылтайшы Ли Жунның байлығы 3 миллиард 600 миллион доллар азайды. Bloomberg индексіне сәйкес Xiaomi'дің акциясы 13% төмендеген кезде Ли Жунның байлығы да шамамен 3 миллиард 600 миллион доллар азайған. Xiaomi компанияның басшысының орынбасары Лин Биннің байлығы да 1 миллиард 700 миллион доллар азайған. Кем дегенде 5 миллиардерлердің акционері күрт азайған. Баяндамада Қытай үкіметтің қатаң тексеруіне және ақш-тың қара тізіміндегі қысымға қарамастан Xiaomi өткен жылдың 3-ші тоқсанында сатылымы Apple телефонынан асып түсіп, Huawei'дің нарық үлесін иемденіп отырғандығы айтылды. Xiaomi акцияларының бағасы өткен аптада ғана жоғары деңгейге көтерілді және ол өткен жылдың желтоқсанында 100 миллиард ақш долларынан асып 2018 жылғы мақсатын жүзеге асырды. Алайда Трамп әкімшілігінің жаңа қара тізімдегі соңғы қосылуы Xiaomi акцияларының бағасын қайтадан құлдырауға мәжбүр етті. Дегенмен Xiaomi компаниясының мәлімдеуінше, компания Қытайдың әскери байланысында жоқ екенін атап өтті. Мәліметтерге сүйенсек, Ли Жун Xiaomi акцияларының 1/4-нен астамын иеленеді және оның құны 27 миллиард 500 миллион ақш долларын құрайды. Бұл өткен аптада акция бағасы шарықтаған кездегі 33 миллиард 200 миллион доллардан төмен. Лин Биннің қазіргі уақыттағы байлығы 9 миллиард 900 миллион доллар құрайды. Достар, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің арнаға тіркеліп лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.